Антидемпингті түсінбей тендерға мүлде кіруші болмаңыз. Оған мен қазір бір мысал келтіретін боламын. Экранға қараңыздар. Заказчик 900 мың теңгеге өзіне қажетті тауарына тендер жариялайды. Біз оны 667 мың теңгеге ұтып алып кетеміз. 900 мың теңгенің тендерін біз 667 мың теңгеге ұтып алып кеттік. 900 мыңнан минус 10%, 90 мың теңге демпинг жасауға болады. Ол белгіленген сума 10%. Бұдан егер тағы да қатты түскен жағдайда біз уже антидемпинг жасалды болып есептенеді. То есть мен ұтып тұрған договорым минус 667 мың теңге. Қазір мен 143 мың теңгеге антидемпинг жасап тұрмын. Ол суманы 10 күннің ішінде тауарым жетпегендіктен заказчик маған қазір уведомление жіберіп тұр. То есть келісімшарт бойынша, заң бойынша мен 143 мың теңгені қазір салып жіберу керекпін. Егер салмаған жағдайда менімен расторжение жасауға олар құқықтары бар. Сондықтан антидемпингті түсінбей, ешқандай одан бөлек тағы да обеспечение исполнения договора 5%-ді түсінбей, ешқандай тендерға кіруші болмаңыз. Өйткені бұл ақша, сіз тауарыңызды орындамай, жеткізбей, договорды 100% орындалмай қойсаңыз, сізге қайтпай кейін минусқа кететін боласыз. Антидемпингті түсінбей, тендерға мүлде кіруші болмаңыз. Оған мен қазір бір мысал келтіретін боламын. Экранға қараңыздар. Заказчик 900 мың теңгеге өзіне қажетті тауарына тендер жариялайды. Біз оны 667 мың теңгеге ұтып алып кетеміз. 900 мың теңгенің тендерін біз 667 мың теңгеге ұтып алып кеттік. 900 мыңнан минус 10%, 90 мың теңге демпинг жасауға болады. Ол белгіленген сума 10%. Бұдан егер тағы да қатты түскен жағдайда біз уже антидемпинг жасалды болып есептенеді. То есть мен ұтып тұрған договорым минус 667 мың теңге. Қазір мен 143 мың теңгеге антидемпинг жасап тұрмын. Ол суманы 10 күннің ішінде тауарым жетпегендіктен заказчик маған қазір уведомление жіберіп тұр. То есть келісімшарт бойынша, заң бойынша мен 143 мың теңгені қазір салып жіберу керекпін. Егер салмаған жағдайда менімен расторжение жасауға олар құқықтары бар. Сондықтан антидемпингті түсінбей, ешқандай одан бөлек тағы да обеспечение исполнения договора 5%-ді түсінбей, ешқандай тендерға кіруші болмаңыз. Өйткені бұл ақша, сіз тауарыңызды орындамай, жеткізбей, договорды 100% орындалмай қойсаңыз, сізге қайтпай кейін минусқа кететін боласыз. Антидемпингті түсінбей, тендерға мүлде кіруші болмаңыз. Оған мен қазір бір мысал келтіретін боламын. Экранға қараңыздар. Заказчик 900 мың теңгеге өзіне қажетті тауарына тендер жариялайды. Біз оны 667 мың теңгеге ұтып алып кетеміз. 900 мың теңгенің тендерін біз 667 мың теңгеге ұтып алып кеттік. 900 мыңнан минус 10%, 90 мың теңге демпинг жасауға болады. Ол белгіленген сума 10%. Бұдан егер тағы да қатты түскен жағдайда біз уже антидемпинг жасалды болып есептенеді. То есть мен ұтып тұрған договорым минус 667 мың теңге. Қазір мен 143 мың теңгеге антидемпинг жасап тұрмын. Ол суманы 10 күннің ішінде тауарым жетпегендіктен заказчик маған қазір уведомление жіберіп тұр. То есть келісімшарт бойынша, заң бойынша мен 143 мың теңгені қазір салып жіберу керекпін. Егер салмаған жағдайда менімен расторжение жасауға олар құқықтары бар. Сондықтан антидемпингті түсінбей, ешқандай одан бөлек тағы да обеспечение исполнения договора 5%-ді түсінбей, ешқандай тендерға кіруші болмаңыз. Өйткені бұл ақша, сіз тауарыңызды орындамай, жеткізбей, договорды 100% орындалмай қойсаңыз, сізге қайтпай кейін минусқа кететін боласыз.